Al balalar, жаратылыстану сабағына қош келдіңдер. Сабағымызды бастамас бұрын денемізді ширатып, ойымызды жинақтап алайық. Ол үшін серпу сәтін жасайық. Орнымыздан тұрамыз. 1, 2, 3. Біздер денім киеміз, антисептик себеміз, ара-қашықты сақтаймыз, ережені бұзбаймыз, жаңа сабақ бастаймыз. Өте жақсы. Балалар, бүгінгі сабағымызға байланысты мен сендерге қазір мынау шаш түйреуішті таратып беремін. Бұл сендердің қастарында тұрсын. Содан соң не істейтіндеріңді айтамын. Енді балалар, осы шаш түйреуішті ұстап көріңдерші. Температурасы қандай болып тұр? Енді алақанымызға салып, шаш түйреуішті қысып отырамыз. Жақсы. Енді балалар, сол қысып қолдарына, яғни жұмып қысып отырасыңдар. Енді тақтадағы сұрақтарға жауап береміз. Температураны өлшейтін құралды қалай атайды? Кім айтады? Алихан? Температураны өлшейтін құралды термометр деп атайды. Дұрыс, термометр деп атайды. Біріншісі бала, яғни адамның температурасын өлшейтін термометр екен. Екіншісі бөлме температурасын өлшейтін термометр екен. Енді сендерден сұрақ. 36-да 6 градус деген нені білдіреді? Кім айтады? Ал Нұргелді? Адамның бір қалыпты температурасы, я? Жақсы, отыра ғой. Ағай. Ал келесі сұрақ. Осы бөлменің температурасы қанша? Кім айтады? Осы бөлменің температурасынан қарап айтыңдаршы. Мирас? 20 градус деп айтамыз, 20 градус. Міне, осы бөлме бар. Біздің дене температурамыз 36-та 6 болса, осы бөлменің температурасы 20 градус екен. Жақсы. Енді, ағай, енді алақандарындағы шаш түйреуішті ашыңдар. Енді ұстап көріңдер. Температурасы қалай болып тұр балалар? Жылы. Ол қанша болуы мүмкін? Қалай ойлайсыңдар? 20 болуы мүмкін дейді, біреулер 36-да 6 болуы мүмкін дейді. Жақсы. Енді тыңдаймыз. Бұл қазір сендер алақандарына қысып отқан уақытта, бұның температурасы балалар 36-да 6 градусқа шамалас болады екен. Өйткені біз денеміздегі жылуды мына темір ден жасалған затқа бердік. Яғни бұл темір балалар жылуды өте жақсы өткізеді екен. Сондықтан да ол адамның температурасымен бірдей болды. Енді сол жылу шаш түйреуішті партаның үстіне қойып қойыңдар бір шетке. Енді сенде бала партаның беткі қабатын ұстап көріңдерші алақандарымен. Қандай болып тұр балалар? Ыстық болып тұр ма? Жылы болды. Енді мына шетіне темір ұстап көріңдерші. Қандай болып тұр? Міне екі дене неге әртүрлі болып тұр? Қалай ойлайсыңдар? Өйткені балалар, олар әртүрлі денелер. Әртүрлі денелердің температурасы әртүрлі болады екен. Ал бірақ біз айттық баған, мен айттым бағана, осы бөлменің температурасы 20 градус дедім. А енді мына бөлмедегі заттардың да балалар температурасы сондай болады екен. Кез келген затты ұстаса, оның температурасы 20 градусқа тең болып тұрады екен. Кез келген заттың.
Өйткені бөлме сондай. Ол одан ыстық болып кетпейді, ол 20 градустан төмен болмайды екен. Ал балалар, қазір мен сендерге бақылау парағын таратамын. Содан соң мына жерге эксперимент жұмысын жүргіземін. Сол бақылау парағына сендер соны толтырасыңдар. Бұл бала жұптық жұмыс. Енді балалар, бағанағы шаш қыстырғыштарыңды ұстап көріңдерші. Бағана жылы еді, иә? Енді қандай болды? Мұздайрақ болды. Бұл қанша градусқа тең болды деп ойлайсыңдар? Бөлменің температурасымен бірдей. Дұрыс айтады, міне. Бағана балапанымызда ұстағанда ол 36-6 градус болса, енді біз таңданың үстіне бірнеше уақытқа қойдық, сол кезде ол 20 градусқа тең болды. Енді, мына чайникке мен қайнаған суды құйып жатырмын. Міне, қайнаған суды құйдым. Ол су осы күйінде ыстық болып тұра береді ма? Жоқ. Не істейді балалар? Суиды. Ол қанша градусқа тең болуы мүмкін? Бөлменің температурасымен бірдей. Бұл қазір суиды да, осы бөлменің температурасы қанша болса, біздің суымыздың да температурасы сондай болады екен. Ол одан төмен түсіп, мұздай болмайды. Ол ыстық күйінде тұрмайды екен. Иә? Жақсы. Енді сенде мына бақылау парағына жұптық жұмыс кәні. Ручкамызды алып, бақылау парағын толтырамыз. Бақылау парағында не деп тұр? Яғни шаш қыстырғыштың бастапқы температурасы. Бағана алақанда ұстаған температураны жазасыңдар. Сол жерге қанша градус? 36-дан 6. Жазыңдар. 36-6. Шаш қыстырғыштың тұсына бастапқы температура деген 100 градусқа, я? Өте жоғары температураға, я? 100 градус дейді. 100 градусқа тең. Бастапқы температурасы 100. Ал бөлме температурасында одан кейінгі температура суығансаң қанша болды? 20. Міне біз бақылау парағын толтырдық. Өте жақсы балалар. Балалар, енді сендер бақылау парақтарында тақтамен сәйкестендіріңдер. Шаш тергеуіш 36-6 градус етінекіне алақанымызда ұстағанда. Ол 5 минуттан кейін партаның үстіне қойғанда 20 градусқа тең болды. Кеседегі су 100 градусқа тең еді, өте ыстық еді. Ол партаның бөлмедегі партаның үстіне қойып, оны суыттық. Сол кезде ол 20 градусқа тең болды. Сендердің бақылау парақтарың тақтадағы бақылау парағымен сәйкес пе? Жақсы, өте тамаша. Балалар, сонымен біздің бүгінгі сабақтың тақырыбы жылу өткізгіштік деген не? Сол туралы кішкене видео сабақ көреміз. Өте мұқият тыңдаймыз. Радиаторлар, алау ошақтар, бұлардың бәрі бізді әртүрлі жолмен жылытады. Жылу үш түрлі жолмен беріледі. Жылу өткізгіштік, конвекция және сәулелену. Жылу өткізгіштік іргелес молекулалар немесе атомдар арасындағы жылу энергиясының тасымалы. Бұл қатты және сұйық заттарда, сондай-ақ газдарда жүзеге асады. Атомдар қызған кезде олардың тербелісі артады. Атом қаттырақ қызған сайын тербелістердің кинетикалық энергиясы артады. Бір атом екіншісімен соқтығысқан кезде энергия беріледі. Осылайша жылу бір заттан екінші затқа өтеді. Мына жағдайда ыстық сұйықтан салқын металға өтеді. Жылу өткізгіштік екі дене арасындағы жылу берілудің ең тіке жолы. Кейбір заттар табиғатының жылуды жақсы өткізеді, ал басқалары нашар өткізеді. Жылуды өте жақсы өткізеді. Ал шыны немесе ағаш нашар өткізеді. Бұл ас үйрік металл ыдыстардың неге қызып кететінін
Ал ағаштан жасалған ыдыс аяқ неге салқын болып қалатынын түсіндіреді. Радиатор қызған кезде айналасындағы ауа жылынып, жоғары көтеріледі. Ыстық ауаның орнын суық ауа басады. Осылайша цикл қайталанып отырады. Бұл конвекция. Конвекция тек сұйықтар мен газдарда жүреді. Себебі олар қызған кезде ұлғаяды. Ұлғаю барысында олардың тығыздығы азайып, жоғары көтеріле бастайды да конвекция ағындарын түзеді. Планерлер осы конвекция ағындарының арқасында ұшады. Қоршаған ортаға қарағанда ыстық болатын от немесе күн сияқты денелер жылу шығарады. Тербелістегі атомдар инфрақызыл электромагниттік толқындар шығарады. Ол бізге жылу болып сезіледі. Барлық материя жылулық сәулелерді шығара алады, не жұта алады. Бұл процеске ешқандай бөлшектер қатыспайтындықтан, инфрақызыл сәулелер тіпті ғарыш кеңістігінде де тарала алады. Миллиондаған километрден шығарылатын күн жылуының бізге қалай жететінін осыдан-ақ түсінуге болады. Балалар, сендер қазір бейнеролик көрдіңдер, иә? Сол бейнероликтен не түсіндіңдер? Кім не айтады кәнігі? Арайлым? Жылу үш түрлі жолмен беріледі. Жақсы, мұның жылу үш түрлі жолмен беріледі екен. Конвекция, жылу өткізгіштік және сәулелену арқылы беріледі. Жақсы, тағы да кімге түсінді? Ал Қасымжан айтам дейді. Бұл бір заттан екінші затқа өтеді. Тамаша. Шахноза не түсіндің ал? Темір жылуды өте жақсы өткізетінін білдім. Жақсы. Арайлым, Айнұр айтам дейді, не түсіндің? Ағаш немесе шыны зат жылуды нашар өткізеді. Жақсы, өте жақсы. Біз бейнероликтен осындай нәрселер түсіндік, иә? Енді балалар, осы бойынша қазір топтық жұмыс. Яғни сендер қазір ағаш пен темірдің қалай өткізетіні туралы мен сендерге тәжірибе жасаймын, эксперимент жасаймын. Сол арқылы сендер мынау зерттеу парағын толтырасыңдар. Балалар, енді бәріміз мұнда қараймыз. Қазір мен ермек сазды алып, жаңағы шаш түйреуішті темір қасыққа жақсырып қоямын. Екінші шаш түйреуішті аламын да, балалар, оны мен ағаш қасыққа жақсырамын. Енді екі ыдысқа да ыстық су құямын. Сол кезде бар балалар, біздің қазір бақылап қарап отырсақ, біздің мынау шаш түйреуішіміз, яғни түседі. Ол, яғни ыстық су мынау темір қасыққа беріледі да, сөйтіп оның ыстығына мына еріп түсіп қалады екен. Қазір соған көз жеткіземіз. Сонымен міне біздің темір қасыққа жақсыған қыстырғышымыз түсіп қалды. Өйткені ыстық су темірге өте жақсы өтті. Сондықтан да біз темірді жылу өткізгіштік өте қасиеті жоғары жақсы екен. Жылуды өте жақсы өтсе. Ал ағаш қасықтағы түйреуішіміз байқасаңдар әлі тұр. Яғни сонда ағаш жылуды жай өткізеді, баяу өткізеді екен. Сондықтан да бұны біз жылу оқшаулағыш деп атайды екенбіз. Бүгінгі сабағымызда осы жылу өткізгіштік және жылу оқшаулағыш екен. Олай болса, сендер балалар топтық жұмыс. Қазір
яғни осы ағаш пен темірдің, яғни не көрдіңдер? Жылуды қалай өткізді ағаш? Оған қорытынды жасау, оны қалай не деп атаймыз? Және темір жылуды қалай өткізді? Оны не деп айтады екенбіз? Қорытынды жазыңдар. Қорытынды деген жерге біз жылу оқшау ағаш, жылу өткізгіш деп атаймыз. Темір жылуды жақсы өткізеді. Ыстық ванналар. Өте жақсы өтеді. Темір, ыстық от. Балалар, зерттеу жұмысын аяқтадық па? Олай болса тақтада яғни зерттеу жұмысының дұрыс нұсқасына қараймыз. Ағаш жылуды қалай өткізеді екен балалар? Оны не дейді екенбіз? Жылу оқшаулағыш. Темір жылуды қалай өткізеді екен? Жақсы жылудан. Оны не деп атайды екенбіз? Жылу өткізгіш. Өздерінің зерттеу парақтарында тақтамен сәйкестендіріңдер. Дұрыс жұмыс жасадыңдар ма? Ал балалар, енді бүгінгі сабағымызды қорыта келе, біз сабаққа кері байланыс береміз. Сендердің алдарында жасыл түсті, сары түсті және қызыл түсті стикер тұр, иә? Егерден сен сабақты өте жақсы түсінсең, жасыл стикерді алып, атыңды жазып, бірінші қатарға жапсырасың. Ал әлі де сұрақтарым бар деген оқушылар, сары түсті стикерді алып, атын жазып, екінші қатарға жапсырады. Ал енді мен ізденуім керек. Мен көп нәрсе түсінбедім. Мен үшін сабақ қиын болды деген оқушылар, қызыл стикерді алып, үшінші аттарыңды жазып, үшінші қатарға жапсырасыңдар. Іске сәт. Содан соң мен кімнің сабақты жақсы түсінгенін, кім жақсы түсінбегенін осы стикерге қарап, ендігі сабақта сол тапсырмалармен жұмыс жасаймын. Балалар, бері қараймыз, кері байланысқа. Яғни бізде 7 оқушы өте жақсы түсініпті, иә? Сабақ қиын болған, әлі де сұрақтар бар деген оқушылар, олар 7 оқушы тағы. 2 оқушы, яғни сабақ қиын болды, әлі іздену керек екен. Олай болса, ендігі сабақта сол тапсырмалармен жұмыс жасаймыз.